Армысыздар, өнегелі өрелі баласы аттан түспеген қазыналы қазақ елі. Бүгінгі ақпараттық жобамыз Ұлы даланың жеті қыры бағдарламасы аясында атқа міну мәдениеті Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мақаласы бойынша айтылатын болады. Бұл атқа міну мәдениеті қазақ халқының ежелден қалыптасқан дәстүрі, ұлы өнері десек, артық айтпаймыз. Бұл әлем тарихшылары тарихты зерттегенде ең алғаш үйретілген жылқыларды осы солтүстік Қазақстан облысы Ботай тұрағынан тапқан еді. Сол ботайлықтар ежелгі түркілердің атқа мінген қазыналы қазақтың дәстүрін дәлелдеп өткен. Сол дәстүрімізден айнымай, әлі де аттың жалында, түйенің қолында өсіп өнген көшпендінің ұрпағы екеніміз айдан анық. Қазақта ат ердің қанаты деген жақсы сөз бар. Атқа мінсе құстай болып ұшатын, қиялыңды көкке жетелейтін осындай жылқы құдіретті дүние. Қазақты жылқы тектес, жылқы мінез деп жатамыз. Жылқының да адами қасиеттерге ие болуы содан. Жылқының жаңағы көлік ретінде пайдасы, мініс ретінде, оның сыртында қымызы дәрумен ретінде ерекше үлкен үрел аттаны белгілі. Атқа міну үшін ата әбзелдерін ойлап тапқан. Ноқта, жүген, ер, құрандер дейді көбінде. Күн өсер дейді. Сол ердің үстіне отыру үшін үзеңгіні ойлап тапқан. Үзеңгіге аяғын салып, сосын ерге мінеді. Сосын ол аттың артында қанжаға дейді және. Қанжаға қоржын салады. Сонда қазақтың жауға шапқанда да ыңғайлы болу үшін және үзеңгі болғандықтан ер шіреніп мықты отырған ерлер. Сондықтан ат үстінен садақ атса да барлығына қолайлы болып, осы атты үлкен бір мәдениетке жетелеп осы үйреткен бабаларымызға тағзымды еткіміз келеді. Назарларыңызға рахмет. Ұлы даланың жеті қыры бағдарламасы аясында атқа міну мәдениеті туралы жобалық бейне ролигіміз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар. Қасиетті тау тозбасын, тауда тарлан бұздай желетін жылқы малы тозбасын.